Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгінгі хабарымызда сенім денсаулық сақтау жүйесі жұмыскерлерінің салалық кәсіподағы құрамына кіретін Қызылорда облыстық психикалық денсаулық сақтау орталығы қызметкерлерінің еңбек құқығы қалай қорғалуда, қандай көкейтесті мәселелері бар, кәсіподақ ұйымының атқарып отырған жұмысы туралы білетін боламыз. Осы орайда аталған орталықтың бастауыш кәсіподақ ұйымының төрағасы Ақтаева Гүлмира Қуанышбекқызынан онлайн арқылы сұхбат аламыз. Сәлеметсіз бе, Гүлмира Қуанышбекқызы? Қайырлы күн, Қазагелі. Сәлеметсіз бе, Қайрат мырза? Сіз жұмыс істейтін орталықтың еңбек ұжымы туралы шағын мәлімет беріп айтып өтсеңіз, қанша жұмыскер бар, қандай мамандар жұмыс жасайды? Мен қызмет етіп отырған Қызылорда облыстық психикалық денсаулық орталығы бұл үлкен тарихы бар орталық болып есептелінеді. 115 жыл тарихы бар осындай орталықта жұмыс істеп жатқанына мен өте қуаныштымын. Орталықтың ең басты негізі ол кезіндегі республикалық психиатриялық аурухана Қызылорда облысында болған. Сол аурухананың осы жалғасы, түп тамыры сол жерден келе жатыр. Қазіргі таңда біздің орталығымызда 830 қызметкеріміз бар. Бұл жерде дәрігерлеріміз бар. Басым көпшілігі бізде әрине бұл орта буын және кіші буын қызметкерлер болып есептелінеді. Сонымен қатар медициналық емес мамандарымыз да бар. Олар әрине психологтар, логопед, дефектолог, олигофренный педагог және де басқа да бухгалтерия саласында жұмыс істейтін біздің мамандарымыз, жүргізушілеріміз, осылайша бірлігі тірлігі жарасқан үлкен ұжым болып есептелінеміз. Сіз өзіңіз қанша уақыттан бері кәсіподақ ұйымының төрайымы болып істеп келесіз? Мен негізі өзім осы орталықта жұмыс істеп жатқаныма биыл Құда қаласа 27 жыл болады. 27 жыл бойы мен кәсіподақ мүшесімін. 10 жыл көлемінде мен кәсіподақ белсендісі болдым, ал қазір кәсіподақ төрайым болғаныма 5 жыл болды. Сіз енді босатылған кәсіподақ ұйым? Иә, босатылған кәсіподақ. Иә, үлкен тарихы бар екен орталықтың, және шамамен енді 800-ден астам қызметкерді мүддесін қорғау оңай емес. Енді әрі қарай сұрақтарымыз, жалпы енді бастауыш кәсіподақ ұйымының жұмысы бұл орталықтың басшылығымен әлеуметтік әріптестікте жүзеге асырылады. Осы орайда сіздердің ұжымдық келісім шарт өз деңгейінде орындалып жатыр ғой енді. Сол туралы айтып өтсеңіз. Әрине, бұл біздің жұмысшы болмаса, біздің еңбеккерлеріміз болмаса, бұл кәсіподақ болмайды. Әрбір осы біздің еңбеккеріміздің, жұмысшыларымыздың құқықтары мен мүдделерін заң шеңберінде қорғау, олардың әділ шешімдерін табу қандай да бір кезде бұл кәсіподақтың үлкен жұмысы болып есептелінеді. Кәсіподаққа мүше әрбір еңбеккерлердің сенімін ақтау бұл біздің басты міндетіміз болып табылады. Сол себепті бізде ортамызда әлеуметтік серіктестігімізбен жұмыскерлердің арасында бұл ұжымдық шарт бізде міндетті түрде қабылданады. Биылғы жылға біз 2023-2025 жылдарға 3 жылдық ұжымдық шартымыз дайындалды, қабылданды. Осы ұжымдық шарт бойынша біз жұмыс жасап келе жатырмыз. Яғни бүкіл біздің қызметкерлеріміздің осы мүдделерінің барлығын қорғалу құқықтары осы ұжымдық шартта айқын жазылған. Сол жазылған әрбір тарап бойынша олардың еңбек ақысы, олардың демалуы, оның барлығы соның ішінде көрсетілген. Сол бойынша бізде әлеуметтік серіктестігімізбен оңтайлы жұмыс жүріп жатыр. Сіз жақында ғана осы мына Астанада өткен, меніңше ақпан айында болу керек, республикалық қоғамдық бірлестік, яғни сенім салалық кәсіподағының өткізген съезд жұмысына қатыстыңыз. Қандай мәселелер сіздің көңіліңізден шықты? Осы ақпан айының аяқ жағында съездге барып қайттық, делегат болып. Ол жерде Сапарбек Серікұлы, біздің сенім денсаулық жүйесі саласының төрағасы, өзінің 5 жылдық жұмыс есебін берді. Осыны тыңдадық. Жұмыс есебінде әрине біз қанағаттандық, өйткені бұл жерде көп біздің жаңа мамандарға, медицина саласына келген, шетелде білім алып келуге, өздерінің жаңағы жұмыстарын сол жақтан көріп, жандандырып келуге, сол кісілерді жіберуге атсалысқандығы барлығы айтылды. Екіншіден, жаңадан келген біздің мамандарға алғашқы қолдау ретінде кәсіподақтан ақшалай сертификаттар берілгені,
Сонымен қатар жаңағы халықтың қызметкерлердің еңбек жұмысынан кейін еңбек демалысына шыққан кезде олардың денсаулығын жақсартуға мүмкіндігінше санаторияларда, шипажайларға демалдыруға халықты көп жұмыс жасағаны және мына айлық табыс жөнінде өзіңіз білесіз әрине. Бұл 3 жыл бұның алдында бізде тек айлық дәрігерлер мен орта буын қызметкерлерге көтеріліп келді. Мынау медициналық емес мамандар бар ғой, ол психологтар, жүргізушілер, өткен есепшілер, осы кісілердің айлық жалақылары көтерілмей қалды. Осы мәселелері жөнінде де ол кісілердің үлкен жұмыстар атқарылғаны, министерство жағына қарай хат жазып шыққан, барлығы сол жерде айтылды. Сонымен қатар ең тағы бір қуантарлық жағдай ол жердегі бұл осы сенім денсаулық жүйесін осы біздің кәсіподақ ұйымының мүшелеріне шипажай салып жатқандығы бұл өте қуантарлық жағдай болды. Ол дегеніміз біздің әдемі Алматы қаласында, жаңағы әдемі жерде орналасқан, соның бүкіл жұмысын жүріп атқан барлығын бізде көрсетті. Ол жерде біздің қызметкерлеріміздің барлығы мүмкіндігінше аз бағада барып демала алатыны бұл әрине қуантарлық жағдай болды. Сонымен қатар біз ол жерде әр облыстан келген делегаттар өзіміздің тарапымыздан ұсыныстар мен пікірлерімізді айта алдық ашық түрде. Ол біздің ұсыныстар мен пікірлерімізді әрі қарай қаралатыны әрине ол кісілер бізге сенім арттырды. Өте жақсы. Қазір сіздің жұмыс істейтін орталықта кәсіподақ мүшелерінің құқығын қорғауда немесе басқа да бір өзекті мәселелер бар ма? Енді жаңа айтып отырсыз, жалақы өсейін деп отыр, биылдан бастап. Басқа бір өзекті мәселе бар ма қазіргі таңда? Кәсіподақтың араласуымен шешілетін деген. Енді кез келген жерде ұжым болғаннан кейін, үлкен ұйым болғаннан кейін бұл мәселелер болып тұрады. Бірақ аса бір қатты осындай толқулы, осындай шешілмей жатқан өзекті мәселе тіркелген жоқ бізде. Біз 2019 жылы Қызылорда облыстық психоневрология ауруханасы мен Қызылорда облыстық наркология диспансері біз қосылдық. Екі үлкен ұжым қосылып, Қызылорда облыстық психикалық денсаулық орталығы болды. Енді осы екі орталық қосылған кезде мен сол екі орталық қосылған ұйымға төрайым болып тағайындалдым. Әрине бұл жерде екі жақтан келген ұжымды басын біріктіруге бұл әрине үлкен біліктілікте, күште, ақыл, ой, жігер де барлығы керек болды. Осындай өзіміздің әлеуметтік серіктестігімізбен біріккен жұмыстың арқасында қазіргі таңда шүкір Аллаға дейміз, жақсы жұмыстарымыз жүріп келе жатыр. Біздің алға қойған әлде де жұмыстарымыз, мақсаттарымыз көп. Бұл соңғы жылдары пандемия кезінде мен өзімнің ұжымдастарыммен бірге Өтеулі Нұрлан мырзамен Қазақстан Республикасы кәсіподақтар ұжымының төрағасының орынбасары Нұрлан мырзамен қалың қалай бастауыш деген осындай эфирге шыққан болатынбыз. Сол кезде де біздердің өзіміздің сол кезде пандемия кезіндегі әртүрлі түйткілді мәселелеріміз болды. Соны сол кісіге жеткізіп, ол шешімін тапты онан кейін. Онан кейін бізде болып тұрған түйткілді мәселе, ол өзіңіз білесіз, дәрігерлер мен орта буын қызметкерлеріне айлық жалақы көтерілді да, жаңағы кіші буын қызметкерлері мен медицина емес мамандарына айлық көтерілмей қалды. Осы мәселе жөнінде былтыр Алматыда өткен үлкен конференция болды. Соған мен делегат болып қатысқан кезде өзім сол конференция арасында ұтымды уақытты тауып, Сапарбек Серікұлымен де жолығып, өзімнің осы ұжымымның атынан, облысымның атынан деуге де болады, осы мәселені жеткіздім. Не себептен осы кіші буын қызметкерлеріне және де медицина емес қызметкерлерге айлық көтерілмей жатыр. Ол аурухана, ол жерде тек қана дәрігер мен медсестра жұмыс істемейді, Аяжан.
ол жерде тазалықты сақтау үшін, ол жерде жаңағы дәрігерлер жаңағы ауруды барып үйінен алып келіп, жаңағы жедел жәрдеммен бару үшін жүргізуші жұмыс істейді. Ол жерде тазалықты сақтау үшін тазалықшы жұмыс істейді. Ол жерде аурулармен жұмыс істеу үшін барлық жаңағы асхана қызметкерлері жұмыс істейді. Не себепті осыларды біздің үкіметіміз айлықтарын көтеруді қарастырмай отыр? Осы жөнін мен сізге аса айтқым келіп тұр деп өзімнің уәжімді жеткізіп, оның алдында хаттар жазып, сол кісілердің атына, осындай ұжымның атына жіберген болатынбыз. Енді биылғы жылы бұл үлкен қуанарлық шешім болды. Біз қуандық ұжымымыз болып, біздің кіші буын қызметкерлері және медициналық емес біздің қызметкерлеріміздің барлығының айлығы көтерілді. Сөйтіп, бұның барлығы ұжымдық шартқа енгізілді. Әрине, бұл қуантарлық жағдай болды. Екінші мәселе, біздегі көп жылдан бері бізде мынау кіші буын қызметкерлері кезекті еңбек демалысына шыққан кезде оларға берілетін қосымша денсаулығын жөндеуге берілетін арнайы жәрдемақы берілмей келе жатқан болатын. Осы мәселені өзіміздің әлеуметтік серіктестікпен дұрыс түсіндірме жұмыстарын жүргізу арқылы кәсіподақ белсенділерімен бірге отырып, осы мәселені де шешіп, біздің қызметкерлеріміз, өзімнің орталығымның қызметкерлері қазіргі таңда кіші буын қызметкерлерім екінші жәрдемақыларын алып жатыр. Бұл да біздің бір шешілген жақсы мәселелеріміз болды. Өте жақсы. Гүлбира Қуанышбекқызы, шынымен де мен сіздердің сұхбаттан бұрын, бір күн бұрын сіздердің әлеуметтік желіні қарадым, орталықтың. Қарап отырсам, барлық іс-шараларды уақытлы және қызықты, тартымды етіп өткізіп отырады екенсіздер. Мен осыны байқадым. Яғни басшылық пен жалпы кәсіподақтың ортасындағы жақсы байланысты байқадым. Енді сіз осымен қатар жаңағы сенім салалық кәсіподақ атынан Қызылорда облыстық кәсіподақтардың еңбеккер әйелдер комиссиясында да белсенді жұмыс жасайтыныңызды білдік. Қысқаша тек айтып өтсеңіз, қазіргі таңдағы жұмысыңызды. Бұл еңбекші әйелдер комиссиясы бізде жұмыс жасайды. Олардың біздің басты міндетіміз бұл жерде әйелдерді кәсіподақ қозғалысына кеңінен тарту. Және де ол кісілердің мүдделері мен құқықтарын барынша қолдау. Ана мен бала мүдделерін қорғау. Сонымен қатар әйелдер арасында болып тұратын зорлық, зомбылық, қысымгершілік көбден олардың алдын алу, сақтау. Осы тарапта бізде арнайы біз комиссия жұмыс жасап отырамыз. Өзіміздің жоспарларымыз бар, соған сай. Былтырлары біз жыл аяғында әйелдердің зорлық, зомбылықтың алдын алу, оларды қорғау тақырыбында үлкен дөңгелек үстелімізді өткіздік өзіміз. Онан кейін біз осыны әрі қарай жалғастыру мақсатында әрбір медициналық ұжымда жаңағы кәсіподақ өздерінің басшыларымен бірге отырып, әр медицина ұжымда осындай зорлық, зомбылықтың алдын алу кездесулерін өткіздік барлық. Бұл жерде құқық қорғау орындарынан бізде осындай әйелдерді зорлық, зомбылық қорғау өздерінің бөлімінің басшыларының мамандары келді арнайы. Олар қалай әйелдер осындай кезде қорғану керек, не істеу керек. Біздің қыз балаларымыз бар. Әйел деген жерде біз қыз балаларымызда болашақ аналар. Яғни олардың да болашақта осындай зорлық, зомбылықтан, қандай да бір қысымгершіліктен қалай сақталу керек. Осы жөнінде психолог мамандары өз кеңестерін берді және сол арнайы мамандардың кеңестерін алып жұмыс жасадық. Осылайша бізде еңбекші әйелдер комиссиясы да өзінің ұтымды жұмысын атқарып келе жатыр. Гүлбира Қуанышбекқызы, сізге осы сұхбат бергеніңіз үшін уақыт тауып үлкен алғысымызды білдіреміз. Кәсіподақ мүшелерінің мүддесін қорғаудағы еңбегіңіз абыройлы бола берсін. Ал енді Қызылорда облыстық психикалық денсаулық сақтау орталығы қызметкерлеріне ем алушылардың алғысына бөленіп, халық денсаулығын жақсарту жолындағы еңбектеріне табыстар тілейміз. Көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.